Сағат 6-тан бастап енем ұйқыдан оятып алды. Бүгін баламның туған күні, тұсауын кесеміз, соған үйде кипиш болып жатыр. Қызу дайындық жүріп жатыр. Ең алғаш самсаларымды осылай қатырып дайындап тастадым. Одан кейін сметанигімді дайындадым. Екінші салат оливье дайындайын деп жатырмын. Оған дейін осылай самсамда пісіп дайын болды. Сосын фунчоза салатын жасайын деп жатырмын. Жақсылап тұрып дайындап тастағанша бауырсағымды ашып тұр. Сосын бауырсақтарымды фук-фук етіп пісіріп алдым. Негізі қонақтарды сағат 7-ге шақырған болатын. Енді кешікпей келеді деген ойдамыз. Қазақпызға обязательно кешіп келеді. Енем көрмей тұрғанда картошка, морковь салып тастадым. Біз жақтағылар онша ұната бермейді. Одан кейін қамырымды дайындадым. Ең алғашқы қонағым біздің 6:30-да келді. Кешікпей келеді. Как всегда, сіздер де кешік барасыздар ма? Туған күнге бір жерге шақырса, соны жаза кетіңіздер. Одан кейін сағат 7-де осылай дастарханым уже дайын болды. Біздікі негізі южанский вариантпен осылай тәттінің бәрін сразу қойып тастаймыз. Оған дейін етім де пісті, сосын барлығын кесіп, жақсылап дайындадым. 7:15 екінші подружкам келді. Бұл екінші баламның кіндік анасы. Одан кейін тағы да подружкам, күйеуімен, жолдасымен келді. Осылар күштілеп мен сырттан видео түсіріп апты. Шариктармен мәз-мейрам. Сағат 8-де мен сестрам майын, творогын көтеріп кешіп келген ғой. Сосын штрафной деп күліп жатырмыз. Сосын 5 бармағымызды бердік, жақсылап барлығымыз әңгіме айтып шеркелесіп отырдық. Кесе рәсімін жасадық. Тұсауын жолдасымыз, жақсы досымыз кесті. Баламызға ақ тілектеріңіз отырып жаза кетіңіздер. Оларға да жақсы сыйлықтарын бердік. Ол видеоға түспей қапты. Байлам көп ойланбастан отырып, сразу ақша таңдады. Енді күшті бір бизнесмен болсын деген ниетпен. Одан кейін тортымызды кестік. Сосын барлықтарына жақсылап тұрып сарқыт салып бердім. Соның осындай бәленбай зат үйде қалған ғой. Әпкем маған көмектесіп мына шауып жүр. Сосын всегда қонақтан кейін осындай бір қорадыс қалады ғой. Шаман қалмай қалады. Түнгі 3-ге дейін осыны әйтеуір өз-өзіне шынар сен мықты бол деп кәдімгідей өз-өзіме мотивация беріп жуып тастадым. Бір байғанда Алла қаласа күшті өзіме посудомоечный машина аламын деп отырмын енді.